Бірақ шындығында да ең үлкен қауіп Ресей жағынан. Ресей Украинадағы соғыс қалай аяқталатынын білмеймін, бірақ келесі нысанасы Молдова мен Қазақстан дегенді мен. Соғысқа дайындалу керек әр уақыттарда. Бізді ешкім құтқарып қалмайды, оны Украина көрсетті. Талиптер келсе де соқсамыз. Бәрі кезде де, өйткені өзіңнің еліңді енді соғыссыз адам не дейді, жаңа қорғай алмайды ғой. Сен біреу басып алған уақыттарда отыра бермес қой, жаңа талиптерге риза болатыным сол 20 жыл бойы соғысқаны американдықтармен. Біздің мемлекет басшысының алпауыт дипломат екенін айтады. Енді дәл осы дипломаттығы Қазақстанды қиын жағдайдан алып шыға ма? Әрине көмектеседі, бірақ қиын жағдайдан еш уақытта алып шықпайды. Қасқырдың ұлығаны жеймін дегені. Ол ешқандай дипломатияға қасқыр қарамайды, және ол дипломат сөзін түсінбейді. Иә, белгілі бір деңгейде дипломаттық не дейміз, талант біздің президенттің жұмыс істейді. Біз онсыз да көп векторлы саясат ұстанып келе жатқан мемлекетпіз ғой. Сондықтан анаумен де жақсы, мынаумен де жақсы, кезінде қатты айтып, кезінде жай айтып, былайынан ұстап тұра алады. Бірақ егер дәл қазіргі Путин аман болса, дәл қазіргі Путиннің көзқарасы және Россияның шовинистік империялық саясаты аман болса, бетін аулақ қылсын. Ол уақыттардағы бізге ешқандай дипломат, президент, дипломат, елбасы ұстап тұра алмайды бұл мәселе. Екі топ бар. Біреуі шенеуніктер, былайша мемлекет қызметкерлері, олар қазақ тілінің дамуына қарсы. Себебі олар, білесің ғой, көріп отырсың ғой, парламентке келген уақытта сөйлей алмай ыңырсып отырғандардың бәрін. Олар қазақ тілі келсе, ертең далада қалатындарын біледі, сондықтан барынша. Екінші мәселе орыстанып кеткен қазақтар. Біздің өзіміздің орыстанып кеткен қара көздер. Осы екі топ қазақ тіліне қарсы жұмысын істеп жатыр, және бұлардың қолында билік бар. Бұлар не дейді, қоғамның белсенділері бізден гөрі кем дегенде бір шенеуніктердің өздері енді миллионның үстінде ғой. Ал жаңағы орыстанып кеткен қазақтарда, бірақ бұлар паровоз сияқты. Олар алда, олардың қолында билік бар, олардың қолында ақпараттық құралдар бар. Олар бірімен бірі бірігіп ойнап отыр. Ал қазақтар қарапайым үйде не дейді, біреу балық ұстап өмір сүріп жатыр, біреу мал бағып өмір сүріп жатыр. Бұлар саяси қоғамдық өмірге араласпай жатыр. Сондықтан біздер көп шығармыз, бірақ көп болсақ та біздің күшіміз жоқ. Сондықтан бұл топ, орыс тілді топ, Қазақстанда қазір не дейді, үстемдік алып отырған уақыттарда қазақ тілін олар жүргізбеуге тырысады, жүзеге аспауға тырысады, қазақ тілін құртуға тырысады. Енді 20 жыл егер осылай жағдай болып тұрсақ, референдумға орыс тілі мемлекет тіл болады, қазақ тілін алып тастаймыз дегенде 20 жылдан қоюға әбден болады. Соңғы уақыттарда бәрі айтып жатыр ғой, жаңағы қазақ мектептеріне беру азая бастады қазақтардың балдарының. Мен сізге қызық